Ұлықпан мен қария. Ұлықпан хакім жас кезінде бір шаһарға жолаушылап бара жатады. Жолда бір шалды көреді. Жөн сұраса келсе, екеуінің барар жері бір екен. Ұлықпан шалға: "Ата, жолды қысқартайық", деді. Шал: "Жол қалай қысқарады?" деп сұрады. Ұлықпан: "Жолдың қысқаруы оңай. Екеуміз біріміз кезек-кезек арқаласақ болғаны", деді. Шал түсінбей бетіне ажырайып қарайды да қояды. Ішінен: "Япырмай, мынау бір кесепатты адам болмаса игі еді. Сөзінің түрі жаман екен. Зіңгіттей жігіт мені арқалауын арқалар. Ал қаусаған кәрі мен оны қалай арқаламақпын" деп ойлайды. Ұлықпан да үндемей жүре береді. Бір кезде межелі жерге де жақындайды. Қаланың кіре берісінде пісіп жайқалып тұрған бидайды көреді. Ұлықпан шалға: "Ата, мына егін сіздің елдікі ме?" деді. Шал: "Я, біздің елдікі", деді. "Иесін білесіз бе?" "Білемін". "Ендеше бұл желініп қойған егін бе, әлде желінбеген егін бе?" деді. Шал тағы да бетіне ажырайып қарайды. Ішінен: "Япырмай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы болды-ау. Орылмай тұрған егінді көре тұра бұл не айтқаны?" деп ойлады. Одан өтіп шаһарға таяу қорымға жақындайды. Қорымда қабірге қойғалы жатқан өлікті көреді. Ұлықпан: "Ата, мына кісіні білесіз бе?" деп сұрады. Шал: "Білемін", деді. "Бұл кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба?" деп сұрады. Сол кезде шал шыдай алмай: "Өлмесе жерлеуге апармайды ғой", деп жігітке ұрысып тастады. Ұлықпан үндемеді. Шал марқұмның туыстарымен бірге мәйітті көрге қойысып, Құран бағыштайды. Былай шыққаннан кейін Ұлықпан: "Ата, әлгі кісі өлмеген екен", деді. Қарт ажырайып қарап ішінен: "Я Құдай, мынау бір ақымақ бала екен. Кесапатынан құтқара көр. Көмілген адам тірі бола ма? Бұл не сөзі?" деді. Күн кеш болады. Екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да, күні бойы серік болғасын амалсыз үйіне қондырмақ болады. Шалдың бой жеткен жалғыз қызы бар екен. Қонағын үйіне кіргізіп қызына: "Шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді. Мейман ет. Бірақ сүйкімсіз мінезі бар. Сөзінде кесапаты зор адам", деді. Қыз қонаққа ас беріп, дастархан басында онымен сөйлесіп көреді. Сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз ішінен: "Япыр-ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе? Сөзі түзу адам ғой", деп ойлайды. Оңашада әкесіне: "Әке, сізбен еріп келген серігіңіз екі кісі ме, әлде бір кісі ме?" деді. Әкесі: "Жалғыз кісі", деді. "Үйде отырған қонақ сол ма?" "Иә, өзі". "Сөзінде кесапаты зор деген серігіңіз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз?" Әкесі қызына жолда болған оқиғаны түгел баяндады. Қызы баланың айтқан сөздерін естіп: "Әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, мағынасы зор сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның бірінші кезек арқаласып отыралық дегені, кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені, байдікі ме, кедейдікі ме дегені. Байдікі болса, ол өз көлігімен кісі жалдап жыртып, тұқымын өзі себеді, өнімін де өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады, жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өніммен қарызын қайта жабады. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанға есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны, баласы бар ма дегені. Өлген адамды қабірге салғанда балалары қабірдің басында Құран оқыған шығар. Соны көріп өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды. Сондықтан ол өлмейді. Сіз ол
жұмбағын шеше алмаған екенсіз, деді қызы. Шал өзінің сөз төркінін түсіне алмағанын мойындап, ұлықпанның жанына келеді де қолын алып, мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мана менің қызыммен екеуінің ақылың тең. Бірге өмір сүріңдер, деп қызын Ұлықпанға қосып